Ассалаумағалейкум достар. Асыл Алмабаев бүгін жеңіліске ұшырады өкінішке қарай. Бұл жекпе-жекті мен болжап көрдім, енді қорытындылап көрейік, біз не көрдік, ары қарай не болады деген сияқты. Енді әу баста айтқан кезде айтылды, КП денелі, үлкен, бұл салмақ үшін оған қоса соққысы ауыр деп айттық. Дәл осы факторлар түбі шешуші рөл атқарды. Енді өткен видеоның атауы естеріңізде болса, Асу қаншалықты осындай ауыр соққыға төтеп бере алады дегендей болған еді. Қазір толықтай есімде жоқ, бірақ шамамен осындай мәнерде сұрақ болды. Видеоның атауы бекерден бекер ондай емес еді, өйткені КП шынымен де қатты тұрады, және Асу сол Манель КП-ның ауыр соққыларына бір қатты мән берген сияқты, кәдімгідей бұл ауыр соққылар мазалаған сияқты болып көрінді. Сол себепті де әу бастап сол толықтай ашыла алмай өзінікін істемей, керісінше қарсыласының ауыр соққысына бір аса құрметпен былайша айтқанда қарай бастады. Міне соның кесірінен бәлкім ашыла алмай қалған шығар. Ол бірінші фактор. Екінші, әрине бұл мейн ивент, бұл да қысым, бұны да түсініп отырмыз. Осындай факторлар әсер еткен болуы керек. Яғни жекпе-жек басталысымен бірден Асу КП-ге ыңғайлы мәнерде жұдырықтаса бастады. Торға жақын тұрады, қарсыластың алдында тұрады, әрдайым торға жақын тұрып, былай периметрмен жүріп отырады. Әсіресе бірден араға шық түзіп, жақындап кеп, демен секіріп, дзе бұл көбінесе алдамшы соққы ретінде қолданылды. КП-ның тарапынан бұл жерде қолмен комбинация лақтырған кезде көрдіңіздер, бір орында тұрып қалып жатты, сасқалақтап қалып жатты. КП-ның шабуылдары өте қауіпті болды. Өкінішке қарай 2,5 раундтың ішінде Асыл Алмабаев шынымен де бір нәтижелі шабуыл ұйымдастыра алмады. Бұл жерде менің ойымша ең алдымен психологиялық факторға байланысты. Екіншіден бұл былайша айтқанда потенциал. Өйткені Николауға қарсы жекпе-жекте де айтқан болатынбыз, Асу өкінішке қарай спортшы ретінде өсіп жатқан жоқ. Біз оны кем дегенде байқамаймыз. Сол қазақстандық багажбен, базамен, машығымен өзінің осындай деңгейге жеткен адам, бірақ UFC-де ары қарай өсу керек, өну керек, басқа спарринг партнер, басқа зал, басқа бапкер деген сияқты оның барлығын көру керек. Өйткені қазір Асу әлі ештеңе жоғалтқан жоқ, былайша айтатын болсақ, тәуекел етті, тәуекел өз-өзін ақтамады, былайша айтқанда. Енді бұған дейін айтқан болатынбыз, бұл сонда бизнес. ММА тәуекелшілдер жақсы көретін бизнес, жақсы көретін спорт. Тәуекел етті, бұдан түк шықпады. Бірақ негізінен бұл жеңіліс бұған дейінгі 3 жеңілістен артық. Егер бұған дұрыс көзқараспен қарай алатын болсақ, Асудың өзі бұған дұрыс көзқараспен қарай алатын болса, бұдан дұрыс қорытынды шығара алатын болса, және сол қорытындыларды, сол туындаған мәселелерді шешу үшін бір қадамдар жасаса, бұл мен шығарып отырған әңгіме емес, негізінен лагерь ауыстыру бұл өте күрделі мәселе. Басқа бапкер іздеу, өйткені Асудың мықты жағын қазір одан сайын жетілдіру керек, қосу керек, кейбір ұсақ түйек дүниелерді қосып, стилін сәл өзгертіп, бейімдеп, ары қарай итермелеп жіберу керек. Осындай бапкер керек, оны қайрадан күреске үйрететін, қайрадан боксқа үйрететін адамның керегі жоқ. Бұндай деңгейде сондай бір керемет өсіп, техникасы қосылып кетпейді, бірақ корректировка жасай алатын бапкер керек. Структураның барлығын үстінен көріп тұра алатын, сондай бір былайша айтқанда көріпкел бапкер керек, тәжірибелі бапкер керек. Мысалы Парумпаны көп мысал ретінде келтіреді. Асуға менің ойымша өте жақсы бапкерлердің бірі Парумпа. Парумпа өйткені күрестен хабары бар, және Асуға берері бар менің ойымша. Парумпа ұқсас Америкада бапкерлер көп негізінен. Қатты танымал емес. Парумпа біздің жігіттермен жұмыс істегеннен кейін біз оны білеміз. Жай мысал ретінде ғана келтірген. Немесе мұқаштардың залы, ұсақ салмақтағы жігіттердің залы Тим Альфа Мейл. Ол жақты көруге болады. Яғни ізденіс керек. Мен осыған алып келіп отырмын. Ізденіс керек, өзгерістер керек. Өйткені Асу не осы жеткені максимум болады, 7-8 орын рейтингтегі, не қазір осыдан бір сабақ алып, жаңа бір деңгейге шығады. Өйткені мейн ивентті құтқарып қалды Асу, былайша айтқанда. UFC бұл жігітке сәл де болса қарыздар дейік, Асуға келесі бір жақсы қарсылас беруге тырысса, және рейтингте де қатты жылжытпайды деп ойлаймын. Әрі кетсе бір 10-шы орынға түсер. Сондықтан әлі де ештеңе жоғалтқан жоқ, біраз үзіліс керек Асуға, әрине қалпына келіп алу үшін. Содан кейін еш қиындықсыз қайта оралады деп ойлаймын, бірақ дәл осы жекпе-жекті дұрыс қорытындылай алу керек. Келесі қарсылас демекші айтпақшы, мынадай ойға келіп отырмын. Рамазан Темиров мені осымен екінші рет таңғалдырып отыр.
Чарльз Джонсон ұтады ма деп едім бұл айқаста, бірақ төрешілердің шешімімен ұтып кетті. Төрешілердің шешімінде сұрақтар болуы мүмкін, бірақ ол қатты маңызды емес. Қазір Рамазанның қолы көтерілді, бұл факт. Рамазан былайша айтқанда топ 15-ке лайықты жігіт екенін дәлелдеп шықты. Топ 15-те қазір 12-ші орында отырған Чарльз Джонсонды ұтты. Демек сол 12-15-ші орынға келіп табан тірейді деген сөз. Бұны мен не үшін айтып отырмын? Қазір Асу шамамен бір 10-ші орынға түссе, 12-15-ші орынға келіп Рамазанбек тірелсе, онда бұл екі жігіттің жекпе-жегі өзінен өзі матчмейкерлердің алдында сұранып тұр. Өйткені жақсы келе жатқан Жас Темиров бар, ұтылғанға дейін жақсы келе жатқан Алмабаев бар. Бұлардың екеуі күзде не тамыз айында болатын, Сауд Арабиясында болатын, Біріккен Араб Әмірлігінде болатын турнирлерде шығып қалуы мүмкін. Оған қоса бір күні жекпе-жек өткізген адамдар, былайша айтқанда жекпе-жек күнтізбелері келісіп тұр. Келісіп қалуы мүмкін. Егер Асуда Рамазанбекте қатты жарақат алмаса, ұзаққа үзіліс алмаса, бұл жігіттердің жекпе-жегі сұранып тұр. Менің ойымша бұл жерде логика бар. Бір турнирді өткізгеннен кейін шамамен келесі жекпе-жегін шамамен бір уақытта өткізуі ықтимал. Менің ойымша біздің аймақ үшін өте қызықты жекпе-жектердің бірі. Өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар. Асудың жекпе-жегінен қандай қорытындыладыңыздар? Сосын тағы да қоса кететін факт, менің ойымша Асуға қатысты айтылып жатқан хейтті қатты түсіне қоймаймын. Өйткені мен үшін жалпы кәсіпқой спортшыларға хейт жасау, сен сөйтпедің, сен бүйтпедің, ел үмітін ақтамадың деген әңгіме айту, енді бұл тым артық кету. Өйткені бұл кәсіпқой спортшы өз күнін өзі көріп жүр, өз нанын өзі тауып жүр, мемлекеттен бір тиын ақша алмайды. Сондықтан ол былайша айтқанда салықтан ақша алмайды. Біздің салығымыздан, мысалы ұлттық құрама бокстан, ұлттық құрама күрестен, ұлттық құрама дзюдодан оларға айтуға болады. Оларға айтсаңдар түсінуге болады, бір жағынан. Бірақ кәсіпқой спортшыларға менің ойымша бұндай әңгіме айту сәл дұрыс емес, этикаға жатпайды. Ол жігіттерді біз не қолдаймыз, не қолдамаймыз, болды. Ол әрқайсының өзінің жеке шаруасы деп есептеймін. Сондықтан бұл жағынан да сіздерге кеңес беремін, кішкене ойланып қараңыздар. Егер хейт айтсаңыздар, не хейт айтатын адамдарды білсеңіздер, оларға да осындай аргументті айта жүріңіздер. Ешқандай хақыңыз жоқ ол жерге. Хейт айтуға сен сөйтпедің, бүйтпедің, туымызды көтере алмадың деген сияқты. Бұл кәсіпқой спортшы өз күнін өзі көріп жүр. Біз тек қана оған жанымызды ашып жанкүйер боламыз. Не қызық болмаса болмайды. Бітті. Біздің таңдайтынымыз, әсер ете алатынымыз, таңдайтынымыз осы ғана. Алмабаевқа келетін болсақ, әлі де қорытындылайтын келетін болсақ, жалпы әлі де көп ештеңе жоғалтқан жоқ. Тәуекел болмады, өте көп материал алды, былайша айтқанда жұмыс істеуге болатын, сыртта қазір өз жекпе-жекті қарайды. Сондықтан ары қарай енді тек қана Асу қандай шешім қабылдайды, соған барып тіреледі менің ойымша. Егер оң шешім қабылдап, шынымен де дұрыс бапкер таба алса, шынымен де лагерін өзгертсе, онда Асу топ 5-ке титулға таласуы ықтимал. Әлі де қатты алыстаған жоқ, 2-3 жекпе-жектің төңірегінде жетуі мүмкін. Кімді береді соған да байланысты, кімді қалай жеңеді соған да байланысты. Бірақ әзірше бір сондай бір құлдырап қатты бір болды, үміт үздік деп айту ерте. Менің ойымша титулға әлі де жету ықтимал. Дивизионның кішкентай екенін ұмытпаңыздар, спортшылардың саны көп емес. Сондықтан бұл жерде енді тек қана қатемен жұмыс жасау, қателіктерді түзету деген әңгіме кетеді. Соны енді біз қарап күтіп нәтижесін күтетін боламыз. Жекпе-жектің қорытындысы осындай. Сіздер де өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Комментарийға қош келдіңіздер. Одан бөлек менің әлеуметтік желілеріме қош келдіңіздер. Ең алдымен Telegram каналымда көбірек MMA жайлы жазып тұрам, басқа да бір жаңалықтарды салып тұрам. Instagram каналымда бар. Одан бөлек, егер бұл менің YouTube арнама жазылмаған болсаңыздар, онда қош келдіңіздер, жазылып, пікір қалдырып, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Осымен болды. Қош сау болыңыздар.